Құрметті достар, қайырлы күн. Бүгін бізде кезекті подкаст және оның әдеттегідей жүргізушімен есімі Айдар Хамид. Бүгін біздің қонақта арнайы осы профориентация бағытындағы маман, педагог, эдусер жобасының авторы және ұстаз медиа жобасының авторы. Осы жобалар туралы білетін боламыз. Қош келдіңіз, Айдос мырза. Айдос Жұманазар. Айдос мырза, бүгінгі енді біздің эфирімізге сізді көріп өте қуаныштымыз, себебі бізде елімізде профориентация кәсіби бағыт бағдар дейміз ғой. Осыған қатысты көптеген енді интернетте, Гуглде терсем де көп ақпарат шығады. Оның ішінде қазақ тілінде осы отандық өзіміздің мамандары, кәсіби мамандар өте сирек, сондықтан солардың бірі ретінде сіздің жобаларыңыз болсын, өзіңіз де осы қанша жыл педагог, мұғалім, ұстаз ретінде балалармен, жасөспірімдермен жұмыс жасау бағытта келе жатсыз. Сондықтан сіздің жаңа бүгінгі пікіріңіз, жалпы көзқарасыңыз туралы, жалпы өзіңіз жасап жатқан жұмыстарыңыз жайында білетін боламыз. Сондықтан енді бірінші сұрақ ретінде жалпы өзіңіз жалпы көңіл-күйіңіз қалай, және осы өзіңізді кішігірім біздің аудиторияға жаңағы таныстырып өтсеңіз, яғни өзіңіз жобаларыңыз туралы бір көрсе айтып көрсеңіз. Мен Айдос Жұманазар, білім саласында 16 жылдан бері жұмыс жасаймын. Өзім мұғалімдердің отбасынан шыққан, сол үшін де ата кәсіп деп мұғалімдік мамандықты қазір жалғастырып келеміз. Қазіргі таңда мен өзім оқушылармен көп жұмыс жасағандықтан, оқушылардың проблемасы болып жатқан осы мамандық таңдау туралы жобаларға көбірек назар аудардым. Қазір біз оқушылардың университетке түсуіне, университетке грантпен оқуға түсуіне қажетті платформалар жасаумен айналыстық. Одан кейін ОБТ-ға дайындық курсымыз бар, эдусер онлайн деген. Одан бөлек енді мұғалімдерді де оқытуға көштік. 1 жыл болды. Аттестацияға жарамды, кәдімгі министерствоның рұқсатын алған, өрлеу сияқты рұқсатымыз бар. Қазір сол мұғалімдерді де оқытумен айналысамыз. Одан бөлек IT жобалар, дәл осы эдтех саласында, білім саласында IT жобалар жасаумен де айналысып келеміз. Осы уақытқа дейін енді көбінесе оқушылармен публикада жұмыс жасадым. 100 мыңнан астам осы уақытқа дейін бір оқушымен кездестім ғой. Өйткені үнемі кездесуде, семинарларда болдым. Осы кеше ғана мен оңтүстікте шарлап, оңтүстікте семинар өтіп келдік. Дулати университеті сол Жамбыл облысының талапкерлерін жинады. Қызылорда облысында сол Қызылорда облысының бейіндік завучтары, дәл осы профориентациямен айналысатын бейіндік завучтарды жинады. Солармен кездесіп, үлкен кездесулерде сол мамандық университет туралы, жалпы болашақта қандай мамандықтар сұранысқа ие болады, қандай мамандықтарда қауіп бар, мына жасанды интеллекттің болашағы не болады, бізге қандай қауіп төндіріп тұр деген мәселелерді талқылап, сондай бір үлкен бір іс-шаралар өткізіп қайттық. Жалпы өзім осы білім саласында жұмыс істеп келем. Көбінесе оқушылар және ұстаздармен жұмыс жасап жатырмыз. Студенттермен, бізден кейінгі кеткен студенттермен жетекшілік, менторство сияқты жұмыстар атқарамыз. Бірақ ол енді үлкен емес, кішігірім өзіміздің айналамызда ғана. Өте тамаша, керемет жобаларыңызды былай естіп, жаңа әлеуметтік желілердегі ақпаратты қарай отыра, яғни сіз оңтүстіктегі Дулати университетінде, сосын Түркістан қаласында, Түркістан облысы бойынша Қызылордада сіз жаңағы балалармен, жасөспірімдермен тестілеу өткізесіз. Жалпы сіздерде дайын платформалар және балаларға арналған әсіресе мамандық таңдауда көмектесетін, мысалы оның ішінде психологиялық бағытында да, пән таңдау, бағыт таңдау бағытында өте тамаша жоба. Бірақ жалпы оның бастамасы бұл мемлекеттік тапсырыс па, әлде қалай өзіңіз? Жоқ, біз қазір өзіміз жүзеге асырып жатырмыз. Мемлекетпен әлі жұмыс жасаған жоқпыз. Барлығы B2C дейді ғой, тікелей клиенттің өзімен жұмыс жасаймыз. Яғни сұраныс сол жақтан келді. Сұраныс сол жақтан. Көбінесе бұл енді мен шығарған IT жобалардың барлығы бір мәселе туындады, сол мәселенің шешімі ретінде пайда болды. Одан кейін сол адамдардың арасында актуалды бола бастағаннан кейін аудандағы білім басқармалары, облыстық білім басқармалары қазір енді өздері шығып, Айдос мырза жұмыс істесек, осы оқушылармен қандай іс-шаралар атқаруға болады, қандай тесттер алуға болады. Қазір енді барлығы, президентіміз де бұл туралы көп айтты, маман оқушыларды біз бағыт-бағдар беру арқылы мамандықтарға бағыттауымыз керек. Жалпы былай
түлеп мектепті бітіріп шықты, ары қарай жұмыс жасай берсін емес, біз бағыт бағдар беретін саясатқа көшуіміз керек деп айтқан еді. Содан кейін қазіргі таңда енді облыстық білім басқармаларының өзі шынында да өте қатты назар аударып жатыр бұл нәрсеге. Соның аясында енді қазір енді осы облыстық білім басқармаларымен жұмыс істеп бастадық. Ең алдымен осы біріншісі Түркістан облысымен ең үлкен көлемде. Біз былтыр Атырау облысымен бастағанбыз. Ол жерде кішігірім апробация сияқты өтті. Ал енді Түркістан облысымен ресми осы кеше ғана сол жақта іссапарда болып, арнайы меморандумға отырдық. Қазіргі таңда 100 мектепте, бір шамамен енді Түркістан облысы өте тығыз орналасқан ғой. 100 мектепте бір 20 мың бала бар. 10-11 сыныптар. Сол 100 мектеппен жұмысты бастап кеттік. Өткен аптада осы 2 аптаның ішінде аяқтап есебін береміз. Одан кейін уже қалған мектептермен де уже кірісіп бастаймыз. Яғни тест нәтижесінде балалар өздері туралы тест нәтижесін ақпарат алады өзі туралы, және оларға белгілі бір болашаққа кәсіби бағдарын алады. Бұл жерде белгілі бір кеңестер, яғни немесе жаңағы психологиялық, ата-анаға кеңес ретінде, мысалы, сондай ұсыныстар да. Бұл жерде бізде арнайы бір жоба жасадық, профориентация дегенде. Жалпы біздің тесттің өзі атақты, әлемдегі ең атақты өзі бір тест бар. Жоқ, ол Галлапта негізі сынға ұшыраған тесттің бірі. Ол сынайды адамдар. Ол HR-да күшті, атақты. Ол үлкен адамдарға арналған. Ол жерде адамдар тест тапсырған кезінде соған сәйкес өзінің 34 ең негізгі ерекшеліктері реті бойынша шығады. Галлап тесті. Галлап өзі негізі үлкен институт, бірақ соның өзінде оны психосоматикамен айналысатындар, психоаналитикамен айналысатындар аса қатты мойындай бермейді, өйткені оның алгоритмі жарияда емес. Ал әлемде ең атақты тесттің бірі ол Big Five деп аталады. Океан деп те айтады ол тестті. Big Five негізі солай көбірек танымал болған. Сол тесттің негізіне құралған біздің тесттің негізі. Және біз оны алып келіп өзіміздің Қазақстанға бейімдеп модификацияладық оны. Қайтадан реттедік, жүйеледік. Ол жердегі сұрақтардың типі біздің қазақстандық менталитетке негізделген. Және олардың деңгейін біз 14 жасқа дейін балаларда рефлексия қалыптасатын жас. Өзі 13-14 жастан басталады. Бізде өзі қазақта айтады ғой, 13-те кәмелет жасқа толды деген. Сол 14 жастан бастап рефлексия, адам өзі туралы ойланып, жалпы мен өзі кіммін, мынау не болады, бұдан кейін жалпы қайтыс болсам не болады деген жалпы адамдарда негізі 13-14 жаста басталады ол ой, мазалайды. Шешімін таппайды, бірақ сол мазалайтын жастан бастап осы тестті тапсыруға болатындай етіп деңгейін сол жерге дейін алып келіп бейімдедік. Ол енді қазір Қазақстанда өзі жалғыз ғана тест, 14 жасқа сәйкес келетін және қазақстандық менталитетке бейімделген өзі Қазақстанда өзі жалғыз ғана тест сол. Біз қазір құрастырып шыққан. Қазір ол тестті 10 мыңнан адам астам оқушы талапкер тапсырды. Деңгейі сұрақтардың несі валидтілік деп айтады, нақты нәтиже беру өте жоғары деңгейде. Қазір біз сол тестті енді оқушылардан алып жатырмыз. Ол жерде тесттің нәтижесі бойынша оқушы өзінің типін анықтайды, және сол өзінің типіне сәйкес мамандықтардың сәйкестігін шығарады. Алгоритм солай құрастырылған. Ал одан бөлекте ол жерде біз енді қазір Түркістан облысына ұсынып жатқан шешіміміз біздің тек қана оқушылар емес. Бұл жерде біз жұмыс жасағанда кешенді жұмыс атқаруға тырысамыз. Өйткені бізде көбінесе қалай болады? Мұғаліммен жұмыс жасайсың, оқушы қалып қояды. Оқушымен жұмыс жасайсың, мұғалім қалып қояды. Немесе оның ата-анасы қалып қояды. Біз бұл жерде барлығын бірден шешуге тырысып жатырмыз. Үштік одақ деп айтады ғой, оқушы, мектеп және ата-ананы бірге. Бұл жерде оқушы тест тапсырады. Сосын сол тесттің нәтижесі бойынша оның сынып жетекшісі, мектептегі психолог және профориентатор ол нәтижені көру арқылы баламен қалай жұмыс жасайтынын да үйретеміз. Тесттің нәтижесі бойынша. Және оның нәтижесі арнайы бөлек бір терезеде ата-аналарға көрінетін нәтиже болады. Баланың өзіне көрінбейді. Тек қана ата-анамен сол психологқа, мектептегі профориентаторға көрінетін өте үлкен бір 30 беттік бір есеп шығады. Сол есепті сосын ата-анамен тағы да өздері отырып жеке шақыру арқылы жұмыс жасайды. Бұл жерде тек қана мамандық емес, мамандықтан бөлекте баланың білім алу ерекшелігі. Ол мысалы визуал білім алады ма, әлде ақпаратты жаттау арқылы алады ма деген сияқты баланың әртүрлі ерекшеліктерін бірден шығарады. Және ол жерде бала тұйық емес, буллинг мәселесі де бар. Біз оны міндетті түрде кіргіздік ол жерге. Қазіргі таңда бізде жалпы Қазақстанда ең актуалды тақырыптың бірі осы буллинг болып кетті.
Мамандық таңдау деген айтып жүрдік. Одан да актуалды бір тақырып алға шығып кетті. Қазір Қазақстанда бұл өте проблема болып жатыр. Бұл буллинг мәселесі. Балалардың өз-өзіне суицид жасауы буллингтің кесірінен. Бұл қатты актуалды болып жатыр. Бізде ол жерде сол нәрсені де көрсетеді. Бұл буллингті жасаушы ма, әлде буллингке ұшыраушы ма? Оған себептер қандай? Баланың жалпы сондай типінде шығарады бұл тесттің нәтижесінде. Көбінесе буллинг біріншіден алушы, сосын сол буллингті көрген балалар әрі қарай дамытып, үйде көрсе басқаларға істейді. Біз енді осы тақырыпта да енді біраз нелерді тыңдап келе жатырмыз, ашық деректерде көп әрине. Жаңағы тест бойынша сонда 14 жастан бастап, 14 жастан бастап тапсыруға болады. Оған дейін әлі де ерте. Жалпы мына профориентацияда әлемде талқыланған тақырып бар. Жалпы бала, тұлға, индивид ол қай жастан бастап өзінің мамандығын анықтай алады деген. Бастауыш сыныпта, мысалы 3-ші класс, 4-ші класс, 5-ші, 6-ші класстарда баланың мамандығын анықтау мүмкін емес. Ол жаста қабілетін анықтауға болады. Мысалы математикаға бейім, тілге бейім, немесе логикасы керемет дамыған, спортқа бейім деген сияқты оның әртүрлі қабілеттерін анықтауға болады. Бірақ мамандық туралы әлі ол ой қорыта алмайды. Өзінің қабілеттерін ескере отырып, мен мына мамандықты ұнатамын, мына мамандықты ұнатпаймын деген сияқты әлі бір пікір қалыптастыра алмайды ол бала. Неге? Өйткені ол жерде ақпаратқа ие болу мәселесі де бар. Мысалы, ол өзінің қабілетін білуі мүмкін. Мысалы, математикаға бейім, ол компьютерді жақсы ойнайды, жақсы қолданады деген сияқты. Бірақ ол шынымен әлі IT ма, IT емес па, ол білмейді. Өйткені IT-шник немен айналысатын әлі аса қатты ақпаратқа ие емес. Сондықтан да ол кезде дәл дөп басып айту қиын. Сондықтан да жалпы әлемде бұл нақты бір талқыланған мәселенің бірі, сол бізде мына кәмелет жас деп айтады негізінде. Рефлексия ғой, негізі ғылымда. Рефлексия балаларда қалыптасады. Кері байланыс өзінің әрекеті туралы бағалай алады өз-өзін, өз-өзі туралы ойлана алады, және өзінің әрекеттері туралы талдап көрсете алатын жасқа келген кезінде бұл мамандығын да анықтауға болады. Бірақ енді бұл жерде нақты бір датасы да жоқ. Мысалы, мен 14 күні бүгін туған күнім болып 14-не толатын болсам, бұл жерде тағы бір үлкен мәселе бар. Адам жасы 30-ға келсе де рефлексия қалыптаспауы мүмкін. Дамымаған адамдар болуы мүмкін. Әлі күнге дейін жасы 25-30-ға келсе де мамасы немесе ата-анасы ол туралы шешім шығару қабілеті дамымай қалған адамдар болуы мүмкін. Бұл жерде енді 14 жас деген жалпылама сипаттама ретінде айтылған жас. 14 жастағы бұл 8-ші, 9-ші сынып оқитын балалар ғой енді. 9-ші сыныпқа келген балалар. Менің ойымша енді неғұрлым бала ертерек жаңағы бағытын біліп, соған икемдеп, соған тырмысып жатса, мақсат қойып қалдық, солай ол белгі жетістікке жетеді деп басында біз ойладық. Енді сіздің жаңа айтып жатқаныңыз бұл енді көп адамдарда, енді біз білеміз, көп адамдарда бұл процесс кеш болады. Бұл енді санаулы адамдардың мүмкін ерте жастан бастап қабілеті ашылып, соған қызығушылық оянатын шығар. Ал жалпы бізде енді біздің қатарымыз болсын, кейінгі жастармен сөйлескен кезде олар көбі сол 11-ші сыныпта, 10-ші сыныпта, тіпті емтихан тапсырған кезде, сонда ғана мамандығын таңдап кім болады. Осы жерде сіз енді көп жастармен жұмыс істеп жатсыз, жалпы қоғамда көп пікірлер. Жалпы сіздің ойынша бүгінгі күні көп адамдар осы мамандықтанда көп қателесіп жатады. Негізгі қателіктердің бірі, қандай негізгі қателіктерде қазіргі кездегі жастар жиі осыған себеп болады, мысалы? Қандай жиі қателіктер жасайды жастар, бүгінгі жастар, және олардың қателігі ма, әлде оларға ықпал ететін ата-аналары ма, мұғалімдері ма, жалпы бүгін қазір біздің қарап жатқан көрермендерге бір алтын сырға болсын, жалпы неден бастау керек жалпы сіздің ойыңызша? Бізде мамандық таңдауда үлкен өзі мен көріп жүрген, мен жұмыс жасаған аудиторияда, енді біздің өзіміздің осы Қазақстандағы аудиториямен жұмыс жасадым ғой, сол аудиторияда жіберілетін негізгі бір қателіктер бар. Ол қателіктің біріншісі, ол бізде, мен оны оқушыларға да түсіндірген кезде өте көп айтам, бір танымайтын, мүлдем таныс емес, біздің Қазақстанда өспейтін бір жемісті көрсетем да оқушыларға. Сосын олардан сұраймын, мына жемістің қайсысын таңдайсың деп сұраймын. Олар біреу айтады, мен вообще бұл жемістерді танымаймын дейді, біреу айтады оң жағындағы, біреу сол жағындағы дейді. Сосын мен екінші суретте көрсетем алманы, сосын лимонды қойып қоямын да.
Оқушыларға айтамын, сендер енді қайсысын таңдайсыңдар? Олар айтады, мен алманы дейді, или болмаса лимон дейді. Немесе олар тіпті екеуі де емес деп айтады. Сосын мен олардан сұраймын, неге сендер екеуі де емес дедіңдер, неге алманы таңдадыңдар? Өйткені сендерде алма туралы ақпарат бар. Лимон қышқыл екенін білесің. Қазір мен мысалға лимон деп айтып жатқанның өзінде менде аузымда сөл бөлінеді. Өйткені менде лимон туралы ақпарат бар. Сол болғандықтан мен олардың арасынан таңдау жасай аламын. Дұрыс қой, енді алманы жеп көргендіктен, лимонды дәмін татып көргендіктен мен олардың арасынан таңдау жасай аламын. Ал өмірімде көрмеген Африканың бір жерінде өсетін бір улы екі түрлі жемісті алып келіп көрсететін болса, мен олардың арасынан таңдау жасай алмаймын. Өйткені мен олардың дәмін татып көрмегем, иісін де көрмегем, жалпы оны қолыма ұстап та көрмегем. Ал енді бұл жерден қандай не шығады? Бізде жалпы мамандық таңдай алмайды. Не үшін? Себебі мамандықтар туралы оларда ақпарат болмаған үшін. Мысалы, біз жалпы айтишник деп айта береміз. Бәрі қазір компьютермен жұмыс істеген бәрін айтишник деп айтамыз. Тіпті мына мектепте мынандай свет қоятын, күнделікті толтырып беретін, ананың бәрін проводты жалғайтын, біреудің компьютері бұзылып қалса, сол компьютерді қосып беретіннің барлығын айтишник деп айта береміз. Негізі айтишник дегеннің ішінде қазіргі таңда өте көп мамандыққа бөлініп кетеді. Data scientist деп айтады, AI разработчик дейді, DevOps дейді, Game developer дейді, ойын жазатындар. Оның ішінде түрге бөлініп кете береді. Мысалы, біз қазір шамамен білеміз, айтишник не істейді? Компьютерге қатысы бар адамның барлығы айтишник. Телефон бұзылып қалса, айтишникке апардық деп айта саламыз. Бірақ оның ішінде мамандықтар бар. Ол мамандықтардың ішіне оқушылар таңдау жасай алмайды. Жасанды интеллектпен айналысқысы келе ма? Әлде ойын жазғысы келе ма, немесе компьютерге десктопный приложение жазғысы келе ма, оларды білмейді. Неге? Өйткені олар туралы ақпарат жоқ. Ол нақты немен айналысады, қанша сағат компьютердің алдында екендігін білмейді. Сондықтан да біздегі қазір ең бірінші мәселе ол мамандықтар туралы ақпарат жоқ, сондықтан таңдау жасай алмайды. Сондықтан қателесіп, әбден басына барып, сол соқтығысып, әбден сол күн басына туған кезінде ғана, бұл мамандық менікі емес екен ғой, мен мына мамандық таңдауым керек екен ғой деп жатады. Бұл бірінші себеп. Бұл жерде тіпті бұдан шығатын тағы бір қорытынды бар. Бізде Қазақстанда көбі неге мұғалім мен дәрігерлікті таңдайды? Бұл жаңағы алма мен лимон сияқты. Өйткені олар туралы ақпарат бар. Семьясында әйтеуір біреу бар. Әулетте бір мұғалім бар, әулетте или бір дәрігер бар. Сондықтан солардың біреуінің арасынан мамандықты таңдай алады. Бұл да жаңағы бірінші себепке байланысты. Екінші себеп, бізде қазақта керемет сөз бар. Сананы тұрмыс билейді дейді. Қазақта бұл өте бір керемет айтылған сөз. Бұл адамдар шешім шығарғанында, ол неге қарай шешім шығарады? Тұрмыстық әлеуметтік жағдайына байланысты. Мысалы, ата-анасы отыраттағына, балам, сен мына мамандықты таңдашы, ертең жұмыссыз қалмайсың. Бірінші параметр, бірінші актуальный мәселе ата-ана үшін не болып тұр? Ақшасыз қалмау, жұмыссыз қалмау. Өйткені ол ата-ана жұмыссыз қалудан, ақшасыз қалудан қорқады. Ал негізі ата-ананың бірінші параметрі не болу керек еді? Ол кісі айту керек еді. Балам, сен өзіңнің қабілетіңе сәйкес. Екінші кезекте сен өзің ұнататын деген нәрселер болу керек еді ғой. Сенің білімің жететін деген нәрселер болу керек. Бірақ олардың барлығы 4-ші, 5-ші этапқа түсіп кетті да, бірінші этапқа бірінші мәселе не тұр? Жұмыссыз қалмау, ақша табу, ертең ақшаң болуы деген әлеуметтік жағдайы бірінші орынға шығып кетті. Ал бұл түбінде ертең проблемаға алып келеді ма? Иә, бұл әрине проблемаға алып келеді. Сондықтан да бұл бізде қазір сананың несіне байланысты. Бұған тағы да бір үшінші мәселе шығады, бұдан осыған сәйкес. Бұл жерде бізде ата-аналардың көбі грант мәселесін қалайды. Балам дейді, 11-ші классқа келеді баласына айтады, балам, сен грантқа түсуің керек дейді. Грант деген мамандық жоқ Қазақстанда. Олар отыраттағына, сен грантқа оқуға түсуің керек дейді, ал бала грантқа қай мамандықта грант көп екендігін біледі. Сөйтеді дағына, ол көбінесе жаңағы физика, математика сияқты грант өте көп бөлінетін, 50 балмен де ұбт-дан грантқа түсуге болатын мамандықтарды таңдап жатады. Бұл да үлкен бір мамандық таңдауда қателіктің бірі. Одан кейін біздің қазіргі қоғамда ең үлкен мәселенің біреуі ол былай. Біз мынау ұрпақтар теориясы деп айтамыз ғой. Альфа ұрпағы, Z ұрпағы, Y ұрпағы, миллениалдар, анау-мынау деп айтамыз. Сол жерде ата-аналар бір семьяда әртүрлі ұрпақтардың өкілдері бар бір үйде. Мысалы, менің қызым, менің бала-шағаларым, олар мүлдем ешқандай қиындық көрмеген, бәрі не алғысы келсе, соны алып өмір сүріп жатқан балалар. Мен өзім мысалға Совет өкіметінде туылдым, бірақ толығымен өстім тәуелсіз Қазақстанда. Менің ата-анам жартылай былай түсініксіз. Жарты өмірі Совет өкіметінде өткен,
жарты өмірі тәуелсіз Қазақстанда түсініксіз бір нені көріп жатыр. Ал біздің аталарымыз бір үйде өмір сүріп жатқан аталар. Негізгі өмірі Совет өкіметінде өткен. Олар сол бұрынғы өткен өмірін аңсаушылар. Біздің кезімізде жақсы еді, Совет өкіметінде өйтетін едік, біздің кезімізде бүйтетін, қазір не болып кетті, анау мынандай болды деп, қазіргіні сынап, бұрынғыны жақсы көріп отыратындар. Енді өзіңіз ойлаңыз, бұлардың барлығы бір үйде өмір сүріп жатыр. Ал енді ортаға бір таңдауды қоятын болсам, әркім өзінің көргенімен ой қорытады. Құндылықтармен. Мысалға, біздегі қазір ең актуалды болып жатқан тақырыптың біреуі мынандай. Бізде ата-аналар бүйтіп айтады: "Қызым, балам, мен кезінде дәрігер болғым келген, мен стоматолог болғым келген, енді міне вот сен боласың." Өзінің жаңағы істемеген, өзінің арманды жүзеге асыра алмай қалған арманын бала шағасы арқылы жүзеге асырғысы келеді. Неге? Оның айтатын бір тағы себебі бар, былай деп айтады: "Менің ата-анамда жағдай болған жоқ мені оқытатын. Ал енді Құдайға шүкір, былай орындықты ұрады, менде жағдай бар шүкір, мен оқытам." Енді бұл жерде де мамандық таңдауға не әсер етіп тұр? Менің жағдайым бар, болды осы нұқта. Ал бірақ ол былай ойланбайды: менің осы қызымның, баламның білімі жете ма, жетпей ма, ол оқи ала ма, оқи алмай ма, 7 жыл ол ертең оқыса, ол қалай болады, одан кейін ары қарай нейрохирургияны оқитын болса, ол 11-12 жыл оқи ала ма, деген нәрселерді мүлдем ескермейді. Бұл жерде гештальт деп айтады ғой, өзінде қалып кеткен бір арман бар. Соны енді бала шағасы арқылы жүзеге асырғысы келеді. Мен бұл жерде ата-аналарға өте көп айтамын. Мен енді анау мемлекеттік қызметкер болмағаннан кейін бізде қазір қоғам енді екіге бөлініп кеткен ғой. Мемлекеттік қызметкерлер, күнәһарлар, ең жаман адамдар. Одан кейін мирный жительдер, халық. Азаматтар. Олар отырып алады да, нені кінәлайды, мектепті кінәлайды, мұғалім сонда не үшін, мектеп сонда не үшін, депутат не істеп отыр, министр не істеп отыр, Тоқаев не істеп жатыр, жетті білген қайтейін оның, анау да мынау деп, бізде қазір жалпы қоғам екіге бөлініп алған, мына халық отырады да, мыналардың барлығын жамандап отырады. Енді бұны не үшін айтып жатырмын? Біз мамандық таңдаған кезімізде жаңағы біздің ата-аналарымыз дәрігер, мұғалім өзі бола алмаған. Енді бұларды не істейді? Жаңа өзінің арманын орындағысы келіп жатыр ғой. Мен мемлекеттік қызметкер емеспін, значит мен халықтың арасындамын. Мен өзім жеке тұлға ретінде, мен өйткені өзім жеке компанияларым бар, солда жұмыс жасаймын. Енді мен ата-аналарға спокойно айта аламын. Ата-аналар да маған қарсы шықпайды. Мен ата-аналарға не деп айтамын? Үнемі бүйтіп айтамын: "Айналайын ата-аналар, сен өзіңнің өміріңді сүрдің. Саған қолыңа мынандай бір тап-таза А4 қағазы берілді. Сен оның бәрін быт-шытын шығарып сызып тастадың. Енді сызып тастадың да отырып алып балаңның, қызыңның қағазына бүйтіп қолыңда ручкаң дайын тұр, бір ананы бүлдіргі келіп дайын отырасың да. Сызып болдың сен өзіңдікін. Бірақ басқа қағаз алып өзіңдің, мысалға жасың әлі 35-40-та болса, әлі де кейбір нәрселерді үйреніп жаңа бір өмір бастауға болады ғой. Жоқ, мен оны істегім келмейді. Мен анау тап-таза тұрған біреудің қағазын бүлдіруге былай дайындалып отырам да. Мен ата-аналарға бұл нәрсені өте қатты айта беремін. Бұл жерде негізі ата-аналар баласының өмірін құртпауға тырысу керек. А бізде қалай? Жоқ, мен бұрын бола алмағам, әкем менің жағдайы болмаған, менің енді жағдайым бар, болды, мен сені дәрігер қылам. Бұл да бізде Қазақстанда қазір мамандық таңдауға байланысты ең актуалды, ең үлкен проблемалардың бірі болып отыр. Ал одан кейін қалғандары енді кішкентай себептер кете береді. Біздің бір осы семьямызда бір атақты бір адам бар, ол мынандай инженер. Болды, біздің бала шағаның бәрі инженер болады. Ертең анау жұмысқа тұрғызып береді. Ана братан крышамыз болады, ана братан мәселеміз шешіп береді, анау жұмысқа тұрғызып береді ертең деген сияқты әлі сол ескі түсінікте қалып қойған ата-аналар бар. Сол семьядағы бір авторитеттің артынан бәрі солай еріп кете береді. Бұл да біздің қазіргі таңда мамандық таңдауымызға тікелей әсер етіп жатқан нәрсе. Сіз жақсы былай ойламайсыз ба, жалпы бізде мынау династия, әулет дейміз ғой, әулетке байланысты мамандықтар. Мысалы, атасы дәрігер болды, баласы да, немересі бәрі де, мысалы, бұл неге сонда байланысты? Мен жиі ойлаймын, жалпы бұл орта, баланың өсіп жатқан ортасы, бұл оның отбасысы ғой. Отбасы болған соң, ол отбасыда көретін нәрсені, жалпы күнделікті дәрігерлердің отбасысында бұл әңгіме тек қана осы дәрігерлік тақырыбында. Бала кішкентай жастан бастап осыны оқып, түсініп, және құндылық тұрғысынан бойына сіңіріп жатады. Мысалы, дәрігер, мұғалім болсын, мысалы, сізде мысалы мұғалім
әулетінен мысалы жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз. Мен де анам мұғалім, сондықтан мен бала кезде көрдім мысалы, және сол әңгіме жаңағы мектеп мұғалім тұрғысынан. Ал кейбіреулер енді әскери, басқа да әулеттер көп. Енді қаншалықты бұл дұрыс деп санайсыз? Мысалы, бұл оның әке-шешесі мысалы беделді азаматтар болды, сол жолын қайталап, соның абыройын түсірмей, сен де осындай азамат болу керексің деген сияқты позицияда сіздің көзқарасыңыз қандай? Жалпы бұл дұрыс па, дұрыс емес пе? Бұл жерде бізде түп санада негізі бар, бұл әсер етеді. Мысалы, жаңағы үйдегі авторитет дәрігер болса, үйде көп, ол айтыла бергендіктен санаға әбден ол сіңіп қалып не қылады. Бірақ бізде көбінесе мемлекеттік қызметкерлер ғой, енді біз жалпы Қазақстандағы ең көп еңбек нарығында жұмыс істейтін адамдар, олар мұғалімдер, дәрігерлер, әскери адамдар. Ең негізгі жұмысшыларды құрайтын осы үш сала. Бірақ осы үш саланың басым көпшілігі, бір 70-80% өзінің мамандығына баласы барғанын қаламайды. 100%? Жоқ, 70-80% басым көпшілігі. Бұл жерде былай, мен мұғалім болып көрдім, қойшы, неблагодарный жұмыс. Жалақысы аз, анау жұмыс қағазбастылық бір нәрседен бітпейді. Дәрігерлікте солай, әскерилердің басым көпшілігі солай. Әскерилерде анау элитный бір құрылымдарда, күшті құрылымда болмаса, ұлттық қауіпсіздік комитеті сияқты. Ал қалған мынау басқа күшті құрылымдарда аса қатты баласын ол жаққа неғыла бермейді, бағыттай бермейді. Бірақ ол бәрібір әсер етеді. Бұл жерде мен негізі бір нәрсеге назар аударғым келеді. Бұрын қалыпты болды Совет үкіметі кезінде. Тәуелсіздік алып, бір алғашқы 20 жылымызда біздің барлығы тұрақты өмір болды. Дүниеге келесің, оқисың, сосын сол мамандығыңда ешқандай ары қарай керемет өзіңді дамыту керек емес. Бір рет дипломыңды алсаң, бір рет басыңды әйтеуір жұмысқа тығып алсаң, соны жұмыс істеп жүре бересің еді. Бірақ мына соңғы бірнеше жыл болды, өте қатты құбылмалы заман болып кетті. Мына жасанды интеллект деген нәрсе, роботтар деген нәрсе, компьютер деген нәрсе, цифровизация деген нәрсе үлкен өзгерістер алып келіп жатыр Қазақстанға. Мынау жақында ғана бір жаңалық шықты, Тенгриньюста, Өзбекстанда 2000-нан астам мемлекеттік қызметкерді жасанды интеллектке ауыстырайын деп жатыр. Өзбекстан цифровизацияда біздің артымызда келе жатқан ел. Цифровизацияда біз әлемде 8-ші орынға келгенбіз қазір цифровизацияда. Бұл деген сөз бізде Қазақстанда мына жасанды интеллектпен немесе жалпы мына цифровизацияның арқасында көптеген мемлекеттік қызметкерлерді ауыстыруы мүмкін, жұмыссыз қалдыруы мүмкін олар. Бұл бізге өте қатты ықпал етіп жатыр. Қазір мұғалімдерді де оқыт деп жатыр жасанды интеллектке, дәрігерлерді де оқыт, барлығын оқыт деп жатыр. Бұл деген сөз қазір құбылмалы бір заман келді. Ал құбылмалы заманда біреуге еліктеуге, біреудің артынан еруге болмайды. Белгілі бір жерге дейін ғана жүре аласың. Құбылмалы заманда бірақ нәрсе бар, сен ішкі өзіңнің қабілеттеріңді ғана ашып, өзіңді тұрақты тұлға етіп қана қалыптастырасың. Сонда ғана сен бұл өмірде біреу болып қала аласың. Ал жалпы қызығушылығың жоқ, жалақы үшін барған болсаң, үйіңдегі адамдардың үгіттеуімен барған болсаң, ертең бәсекеге қабілетті болуың өте қиын болып қалады. Мәселе осыда. Біз қазір жалпы ата-ана ретінде ойланатын болсақ та, бала ретінде ойланатын болсақ та, бір нәрсеге назар аударуымыз керек. Мені ертең ешкім құтқара алмайды. Мен тек қана өз-өзімді құтқара аламын. Ал ондай болса, мен өзімді қай жерде мықты болатынымды анықтауым керек. Мен педагог ретінде мықты болатын болсам, онда педагогиканы таңдауым керек. Ал дәрігер ретінде мықты болатын болсам, дәрігер, логика мықты, компьютерде мықты болсам, онда IT деген сияқты мен акцентті өзіме қоюым керек. Жаңағы үйдегі біреу ертең жұмысқа тұрғызып береді деп біреуге сенетін болсам, ертең ол соңы жұмыссыз қалу деген сияқты мына бәсекелестік. Бізде енді тағы бір енді ақиқат нәрсені де енді ащы болса да бір нәрсені айтуымыз керек. Бізде Қазақстанда пандемия кезінде 450 мың бала дүниеге келген. 450 мың бала. Биыл мектеп бітіретін баланың саны 232 мың. 232 мың. Өзіңіз ойлаңыз, 232 мыңнан 450 мыңға жарты миллион балаға дейін барамыз біз. Жарты миллион. Бұл сосын 350-400 мыңның арасында тұрақты болып қалып қояды. Тұрақты болып қалып қояды. Енді бұл жерде тағы бір өте бір ащы бір нәрсе бар. Мысалы, менің ең кішкентай қызым, 4-ші қызым, осы бір жақында дүниеге келді, әлі 1 жасқа толған жоқ. Ең ащы бір ақиқат, бұны біз ұнатса да, ұнатпаса да, қаласақ та, қаламасақ та қабылдауымыз керек бір ақиқат бар. Менің қызымды күтіп тұрған елі жоқ, отаны жоқ. Оны күтіп тұрған балабақша жоқ, оны күтіп тұрған дәл қазіргі жағдайда мектеп жоқ, оны күтіп тұрған университет жоқ, оны күтіп тұрған жұмыс орындары да жоқ. Ал ол деген сөз, оны күтіп тұрған елі жоқ қой.
Біз бұл қатты бір ауыр ақиқатқа дұрыс қарай алуымыз керек. Біз мына соңғы 30 жылымызда мектепті салып жарытпадық. Астана, біздің елордамыз болған Астананың өзінде бізде оқушылар сыймай жатыр. Бұл бізде Қазақстанда үлкен проблема. Ал оларда университет, бізде мысалы сіз өзіңіз енді білім саласында жүрсіз, университеттерде істейсіз. Сіз былай санап айта аласыз ба, тәуелсіздік алғаннан кейін мемлекет тарапынан салынған мемлекеттік университеттер нешеу екендігін? Мысалы, бұл почти жоқ. Жекеменшік университеттер салынған. Белгілі бір нелер университетке айналып кеткен. Бірақ мемлекет тарапынан бағдарлама ретінде ертең бізге 400 мың бала Қазақстанға дүниеге келеді. Оны оқытатын университетіміз жоқ, айналайын, давайте біз университетті қолға алайық деп, университет қолға алынбаған. Жұмыс орындары не таки, бұл барлығымызда белгілі. Бізде Қазақстанда ең үлкен мәселе, бар, жұмыс орындары бар, белгілі бір региондарда, белгілі бір аймақтарда бар. Бірақ осы уақытқа дейін үлкен өндіріс орындарына назар аударылған жоқ. Бірақ біз Европа сияқты артқа қарай кетіп бара жатқан ел емеспіз. Туу көрсеткіш жағынан. Немесе басқа Жапония сияқты біз әлемдегі ең не деп айтады, өзінің көрсеткіші бар ол жерде. Туу көрсеткіші жағынан біз ең алдыңғы елдерге кіреміз. Бала дүниеге көп келіп жатқандар. Ал бірақ мемлекет оған дайын емес. Ал бұл жерде енді кінәлап отыруға болады. Мысалы, ойбай Қазақстанда жұмыс жоқ, ойбай ана депутат үйтті, ойбай министрлер бүйтіп жатыр, Тоқаев сөйтіп жатыр деп кінәлап отыруға да болады. Бірақ мен саналы ата-ана ретінде, саналы оқушы ретінде не істеуім керек? Менің бала шағам ертең 450 мың балаға арналған бір азғантай ғана жұмыс орнына бәсекелес болған кезінде менің қызым, менің балам жұмыссыз қалып қоймауы керек деген нәрсені мен ата-ана ретінде ойлануым керек. Өйткені түбінде қазақта айтады, опық жеу деп айтады ғой, өкініп қалу. Сол опық жейтін кім болады? Бала мен ата-ана болады. Кейін мынау пенсияға шыққан депутаттар, министрлер отырып, келіп, өкініп, кешіріңіздер, ата-аналар, біз сол кезде дұрыс осындай бір шешім шығармағандықтан сіздің балаңыз осындай болып жүр деп ешкім кешірім сұрамайды. Соңында өкініп қалатын біз болады. Сондықтан бұл жерде біз саналы ата-ана ретінде осы нәрсені қазірден бастап ойлануымыз керек. Бұл жерде акцентті қазір әйтеуір грантта оқыса болды. Қазір әйтеуір ағайын туыс көршіден ұят болмай, любой бір жерге университетке түсіп алса болды деген емес. Біз ұзақты ойлануымыз керек. Бұл жерден жаңағы ата-анадағы династияны ары қарай жүру керек пе, жүрмеу керек пе дегенде, егер баланың қабілетіне сәйкес келсе, жүру керек, сәйкес келмесе, жүрмеу керек. Бұл жерде біз баланың акцентті сол тұлғаның ерекшеліктеріне уже қоюымыз керек. Бізде жаңағы профориентационный тесттің де негізгі мақсаты сода. Бала ең болмағанда өзі туралы ойлансын. Керемет, мамандығын таппай-ақ қойсын. Бірақ, менде мынандай ерекшеліктерім бар екен ғой деп, хотя бы өмірінде бір рет ойлансын. Анау әлеуметтік желісінен, Инстаграм, ТикТогынан шықсын да өзі туралы бір рет ойлансын. Ата-анасы ойлансын баласы туралы. Мен, оказывается, балам мынандай ерекшелігі бар екен ғой десін. Керемет, енді өмірде бақытты ол өздерінің орнын тауып кетпесе де, біз минимальный бір мәселені шеше алсақ та деп, қазір осындай бір шешімдерді ұсынып жүрміз. Жақсы. Президент Тоқаев биыл жұмысшы мамандықтарға ерекше мән беріп жатыр. Өз жолдауында жалпы бізде жұмысқа байланысты, жалпы жастардың мәселесіне қатысты. Мен де кезінде жастармен саласында да жұмыс істеген кезде бізде де ниет санатына жастар, жұмыссыз жастар деген категориялар енді неме қозғайтын. Жалпы бүгінгі күні енді жұмыссыз жүрген адамдар, жалпы бұл түсінікті, олардың нарықтық конъюнктураға бейімдеп алмай, немесе басқа да себептерге байланысты кезінде мысалы заңгерлер, экономистер толған, бізде кезінде студент болған кезде өте көп болған. Мысалы қазір кезде сіз байқап жатсаңыз, IT саласы дейді. Бірақ ол ертең IT мамандықтар оқып кейін жұмыссыз отырамы деген күмән бар, бірақ сонда да біз қазір IT мамандықты жалпы өткендегі спикер де өзі де айтып, пәнаралық тек қана IT ғана емес, қосымша тағы да бір техникалық мамандық болсын, гуманитарлық, оны ұштастырып пәнаралық саланы дамыту керек деген ойларда айтылған. Мен ойымша енді көш жүре түзеледі бір жағынан. Екіншіден, жаңа сіз айтып отқан көптеген мәселелер, енді бүгінгі жағдайдың көрінісі солай, шын айтайық, ол ақиқат.
демографиялық мәселе, бірақ бұл тек қалаларда көрінеді, иә, ауылдарда керісінше процесс, иә, мысалы мүмкін жаңағы қала мен ауыл арасындағы осындай дисбаланс осындай мына инфрақұрылымдық тапшылықты білдіріп жатыр. Мысалы соның үстінде жаңа демографиялық өсім бізде қарқынды түрде дамып жатыр. Бұны біз бір жағынан жақсы дейміз, иә, соған біз қоғам деп статистика бойынша бізде 2,5, иә, мысалы бір отбасыға 2,5 баладан келеді. Сондықтан бізде өсім әлі де болады, иә. Енді меніңше енді тек қана мемлекеттің рөлі де емес, сондай-ақ мынау жеке кәсіпкерлердің, әсіресе ірі бизнес, иә, инвесторлардың, қазір мемлекет мысалы жасап жатқан жаңағы бағдарламалар нелесі кезде мынау балабақша тапшылығы болды ғой кезінде, ол да бір мына қалаларда жеке меншік бақшаларын көбейтумен шешілген сияқты, бірақ соның өзінде әлі де сапа жағынан дамыту керек. Мектептерде мысалы бірақ көптеген сарапшылардың айтуынша, иә, шын мәнінде 400 бала, 500 балаға дейін жылына туып жатыр мысалы. Сондықтан алдағы уақытта бәсеке де көп артады деп ойлаймын. Сондықтан осымен әрине сіздің болжамыңызбен келісемін. Мұнда жаңа сіз өзіңіз грант деп қалдыңыз. Грант мәселесінде білесіз, мысалы қазір неше 200 мың бала, иә, мектеп 232 мың биыл бітіреді. Биыл бітіреді. Былтыр 200-ге жуық. 216 мың. 200-ден асты, иә. Кезінде бірақ грант саны 80 мың, иә, шамасында. 70 мыңдай. Бакалаврға, нақты бакалаврға берілетін 70 мың грант мемлекет бюджетінен бөлінеді. Арнайы мамандықтарға байланысты, басым бөлігі техникалық мамандықтар бізде, жартысы педагогика, медицина және қазір IT көп бөледі, және басқаларға да шамалап үлестіріп береді. Ал қалған жастар енді қателеспесем 40-30 мыңға дейін шетелге кететін жастар кездеседі бізде өте көп. Бір жылдары Ресейге мысалы көп жастар кетті, қазір ол статистика кішкене азайған сияқты, иә. Ол енді белгілі бір себептермен этникалық, басқа да мәселеге байланысты. Сондықтан осы мәселеде енді көбі білім, жоғары білім алу мүмкіндігі кеңей тарылап жатыр, иә. Мүмкіндігі шектеліп жатыр, және мемлекеттік грантқа ақылы түрде, ақысыз грантты алу қиындап жатады, мысалы, иә. Осы тұрғысынан жаңағы енді ол түсінікті бір жағынан, иә, мемлекеттің рөлі осы грантты үлестіріп беру, және ол сол сұранысты жаңағы қамтамасыз етіп отыру. Мысалы, педагогикалық, медициналық деген сияқты ол міндетті қажет. Ал нарық жалпы қалай оны реттеу керек? Мысалы, басқа мамандықтарды сұраныс пен ұсыныс түсінікті, иә. Егер сұраныс болса, белгілі бір мамандықтар, мысалы, мұнай саласы болсын, IT, немесе мынау қазіргі AI, дрон сияқты жаңа бағыттар көп қой. Сондықтан бұл жерде көп гранттар өзінің мақсатына байланысты игерілмейді. Біз білеміз сол мәселені. Себебі кейбір мамандықтар, әсіресе техник мамандықтар, қатты былай мәртебесі төмендеу, престижді емес дейді. Жастар оған қатты бара қоймайды. Білімді жастар, білетін жастар, көбінесе баратындар енді әзер үшпен бітірген балалар енді амалсыз барып 50 балл ғой, иә, 50 балл енді грантқа түсіп жатады. 50 балмен түсіп жатады. Ал оның әрі қарай оқуын алып кету, одан кейін маман болу, иә, ол екі талай мәселе ғой, иә. Жай ғана диплом қалтасына жатып, бірақ жұмысы табылмаса үлкен мәселе. Осы мәселеде сіздің көзқарасыңыз қалай? Жалпы қазіргі кезде тренд қалай болып жатыр? Бұл өзгерісті жалпы ата-аналар, жаңа жастардың өздері түсініп жатыр ма? Әлде сол өзіміздің бұрынғы нелерге басып жатырмыз, қателіктерге? Бізде қателіктер әлі де көп. Бұл бір кешенді мәселеге айналып кеткен, кешенді проблема. Барлық жағынан проблема бар. Жаңағы жұмыссыздықта проблемасы бар, университетке гранттарды оңды солды бере салу да бар, есепсіз. Мысалы, шынымен сол мамандық бізде бар ма, жоқ па белгісіз. Ол мамандыққа шынымен сонша адам қажет па, қажет емес па белгісіз. Бірақ грантты көбейіп тастағандар бар. Негізсіз. Иә, негізсіз. Зерттеусіз, анализ жоқ. Бұл жерде қалай? Бізде әртүрлі ведомстволар бар. Грантты үлестіретін негізінде ғылым және жоғары білім министрлігі үлестіретін. Бірақ
сұранысты жасайтын әртүрлі министрлік. Мысалы, ауыл шаруашылығына гранттарды беретін, оны сұранысқа бізге мынанша адам керек, балық шаруашылығына мына шаруашылыққа деп, негізі ауыл шаруашылығы министрлігі беру керек. Мәдениеттікін мәдениет, денсаулықтікін денсаулық, әркім өзі сұранысты беру керек. Бірақ олар оны аса қатты анализ жасамайды. Оны қайдан білеміз анализ жасамайтынын? Жылда сол бір цифра. Енді ең болмағанда ол азаю керек, немесе көбею керек еді ғой. Жоқ, олар жылда бізге 1000 грант, биылда 1000 грант деп жаза салып, яғни ол жерден біз бір нәрсені түсінеміз, ол жақта адамдар оны анализ жасап жатқанда жоқ, қарап жатқанда жоқ, ана жақтан сұраныс келеді, басқа бір ведомстводан, гранттар сендерге неше адам керек, жылдам айтыңыздар, біз уже жариялауымыз керек дейді. Олар отырады да, былтыр қанша болды? 1000, давай 1000 тағы да. Былтыр қанша болды? Былтыр жоспарлау, ешқандай бір не жоқ. Жүйелі бір мақсат жоқ, жоспар жоқ, анализ жоқ. Оны неден көреміз? Оны бітіргеннен кейін жұмыс табылмай жатыр. Енді ана 1000 адам керек деген болса, енді неге олар жұмысқа орналаспай жатыр? Неге онша көп грант бөлдің? Бұл жерде сондай бір парадокстар өте көп та, мәселелер өте көп. Сондықтан бұл жерде ата-аналар да осыған құмар. Мысалы, ол қарамайды. Мына жерде грант көп екен, 50-60 балмен де түсуге болады екен, болды, онда кете берейік осыған. Физика, математиканы таңдай салады, химия, физиканы таңдай салады, бірақ кім болатынын да білмейді ол ертең. Ең бастысы биыл мына балам мектепті бітіреді, барлық класстасы қалаға кеткен кезінде бұл қалып қоймау керек, ұят болады. Әйтеуір сол қалаға жетіп аса болды. Алматы мен Астанаға, ана оқушылармен кездескен кезімде, кім Алматы мен Астанаға барады, қол көтеріңіздерші деймін ғой. Бір 100% көтереді ғой ана жерде барлығы. Ешкім қалғысы келмейді өзінің несінде. Регионда бәрі кетіп бара жатыр Алматы мен Астанаға. Бізде солай. Ең бастысы кетіп алсақ болды. Үйден шығып, сол кетіп алсақ болды. Ал қандай мамандыққа бара жатырсың, қандай университетке бара жатырсың? Сен шынымен ол жерде маман болып шығасың ба? Мүлдем оған қатысы жоқ. Жаңа сіз өзіңіз де өте маңызды нәрсені айтып кеттіңіз. Мысалы, 50 балмен грантқа оқуға түскен баладан қандай маман шығады? Мысалы, университеттің мен мұғалімдерімен де бұл нәрсені сөйлесіп көрдім. Мысалы, вышмат өтеді, жоғары математика. Физиканың тереңдетілген ғылыми физиканы өтеді. Бірақ олар қазір отырып алып, сол 50 балмен келген балаға қарапайым физика мен математиканы үйретумен әлек. Олар университетіне кетіп қалғанын қаламайды олар да университеттерде. Өйткені бала келген кезінде оған грантпен ақша береді ғой мемлекет. Ол университетте ол баланы алып қалуға мүдделі. Сол үшін отыраттаған ана балаға сол қарапайым математика, қарапайым физиканы жарайды осы құламасыншы, осы сүрініп қалмасыншы, стипендиядан құламасыншы, бағасын қойып бере сал, көзіңді жұма сал, үйте сал, бүйте салмен өтіп жатыр. Сосын солардың барлығы дипломын алып шығып жатыр. Ал шыққаннан кейін тағы да міндет. Мен осы как раз Маңғыстауда, Ақтауда бір жиында болған кезімде бір ата-ана келді да былай деп айтады. Сендер біздің баланы грантпен оқыттыңдар, енді неге жұмыс тауып бермейсіңдер дейді. Ана баласының дүниеге келгені міндет. Қандай мамандықта оқыды десе, дене шынықтыруда оқыған. Енді мен енді осы салада өте көп анализ жасап, осы салада ұзақ жылдан бері жүрген екен, енді профориентацияны 16 жылдан бері зерттеп жүрген жалғыз адам Қазақстанда. Бұны 16 жылдан бері бүге шегесіне балалармен жұмыс жасап жүр. Енді дене шынықтыруға көбінесе кім барады? Біріншіден спортсмен барады. Шынымен спортта жетістікке жеткен адам барады. Немесе басқа еш нәрсеге бара алмайтын адам барады. Ол жерде шығармашылық таңдайтын болғаннан кейін, білмеймін, осы баладан еш нәрсе шықпайды, шығармашылыққа барасаш, физкультурник боласаш. Бізде осылай таңдалады. Бізде өкінішке орай тағы бір жаңа мамандық таңдауда ең үлкен бір проблеманың бірі дене шынықтыруға барып жатқандар. Білімінде проблемасы барлар. Спортсмендер бар, мықтылар бар, барып жатқандар. Бірақ қалғандарының барлығы кім болады, білмейді. Болды, онда физкультурник боласаш, білмеймін, қойсаш, әйтеуір. Мектепке кіріп алып жүрерсің. Ал бұзық балалар қайда барады, білесіз бе? Қазақстанда. Ең бұзықтар. Ата-анасы басқара алмай қалғандар, тәрбиесінде ақауы барлар. Ең бұзық ұры, қары бандиттердің басым көпшілігі әскери салаға барады. Бізде қазір мысалға ең үлкен проблема қай салада? Әскери салада бір-бірін құрметтемейтін, бір-біріне тек қана боғауызбен қарым-қатынас жасайтын сала қай сала? Әскери сала. Неге? Полиция. Құқық қорғау қызметіндегі бүкіл әскердегі саланың барлығы. Неге? Өйткені оған біздегі контингенттің ең бұзықтары барады. Ұры, қары, бандит, ата-анасы контрольдан кетіп, мысалы, ашықтан-ашық бетіп айтады. Мен осы баланы алып қалатын болсам, болды, мен бұны контроль жасай алмаймын. Әйтеуір сол жақта тәртіп бар ғой деп үміттеніп жібереді. Бұл үлкен проблема. Жаңағы мысалға ата-ана тұрды дағы бетіп айтады. Мен балама енді грантпен оқыттың, не үшін жұмыс тауып бермейсің? Жаңағы бала
қайтадан жаңа артқа айналып келеміз. 50 балмен грантқа оқуға түсті, университетте қиналды. Оны бірақ университеті әйтеуір көзін қысты, не қылмасы шығып кетпесінші, жаңа біз мемлекеттен түсетін ақшадан қағылып қалмайық деді. Анау болды. Әйтеуір сондай мәселелер болды. Сосын оны не істеді? Диплом беріп шығарып салды. Сосын ата-ананың баласы бітіріп шықты ғой, қолында диплом бар. Тағы да хайбай шығарады ма? Тағы да хайбай шығарады. Бала да сосын жүріп алады да, менде диплом бар, сандықта жатыр, жұмыс жоқ, анаудан мынау. Бірақ менде білім бар, бірақ жұмыс жоқ деп айтқан адамды естідіңіз бе осы уақытқа дейін? Жоқ. Бізде менде диплом бар, бірақ жұмыс жоқ деп айтады бәрі. Мен өте білімдімін. Шынымен мына кәсіпті, мына мамандықты керемет меңгергенмін, бірақ маған Қазақстанда жұмыс жоқ деп аса көп адам айта бермейді. Бізде диплом бар, сандықта жатыр деген сөз актуальны ғой Қазақстанда. Бұның барлығы айналып келген кезде кешенді мәселе. 40% па неше бізде мамандықсыз, или 60%? 65-тен көп ол. 65-тен көп. Бұл статистика. Белгілі бір ұйым бар Қазақстанда, соның шығарғаны. Ол қайдан шығарған? Ол университеттерден алған статистика. Ал университеттер статистиканы қалай береді бізде? Оны сізде мен де өте жақсы білем. Статистика мынау жұмыста, пенсия түсіп жатыр деп жібереді. Бұл жерде жоқ, қазір статистиканы жаңағы Атамекен деген кәсіпкерлер палатасы, олар негізі салық, пенсионный зейнетақы қорынан түсімдермен салыстыра отырып тексереді. Бұрынғы кезде университеттерде жалған анықтама, жаңа жұмыстан алып келсең, біз жұмысқа тұрдың деген сияқты міндеттер бар ғой. Қазір ол кішкене, ол да бар енді. Бұл жерде бізде де онымен қалай шығарылатынын білеміз статистикаларын. Бізде көбінесе өз мамандығы бойынша жұмыс істейтін мамандық ол медицина. Одан кейінгі екінші орында тұрған ол педагогика. Әскери сала бар. Әскери салада енді аса көп адам көп емес, оқу орындары қатты көп емес қой, ол жерде көбінесе әскерге бару арқылы сол әскери салаға жұмысқа кіреді. Ал көп жағдайда әскери саланы бітіргендер әскери салаға қайтадан жұмыс жасайды, академияларды бітіргендер. Бізде осы 3 сала өзінің мамандығы бойынша жұмыс жасайды. Ал қалған мамандықтарда мен былай ашық айта аламын, бір 10%, 20% ғана өз мамандығы бойынша жұмыс жасап жүр. Өйткені бұл жерде тағы бір актуальный бір мәселе шығады. Неге өз мамандығы бойынша жұмыс жасамайды? Бұл да бір мәселе бар. Мысалы, мен бір инженерлік мамандықты бітірдім дейік. Инженерлік бізде Қазақстанда қазір актуальный болып жатқан қандай мамандықты алайық? Орман шаруашылығы болсын, су шаруашылығы болсын, бір шаруашылықты бітірдім, немесе бір инженерлік мамандықты бітірдім. Мен жұмысқа кірген кезімде қанша жалақы аламын? Мысалы, мен 150 мың теңге, 130 мың теңгеден бастап аламын. 130 мың, 150 мың теңгеден. Өзіңіз ойлаңыз, сен студент болып бітіріп шықтың, бір жерге барып 150 мың, 130 мың теңгеге ұзақ жыл жұмыс жасауың керек. Егер сен Алматы мен Астанада таксовать ететін болсаң, 600-700 мың теңге табасың. Бұл жерде тағы да басқа бір қырынан қарауымыз керек біз мәселелерді. Мысалы, Астанада мұғалімді тапшылығы бар. Мұғалім тапшылығы бар бізде Астанада. Астана, Елорда, неге барлығы келіп жұмыс істемейді дейсің? Сен Астанада отырып 200-300 мың теңге жалақы алатын болсаң, 350 мың теңге квартираға төлейтін болсаң, тағы да бір 100-150 мың теңге неге кететін болса, сенің шығының 500-600 мың теңге, табысың 300 мың теңге. Ол просто мүмкін емес. Сондықтан аса қатты келе бермейді. Біздегі мына жақта мұғалім болып жұмыс істеп жүргендердің немесе қосымша жұмысы бар, немесе үйінде басқа біреудің басқа бір көп табыс алып келетін жұмысы бар. Сондықтан ол сол жерде әйтеуір мұғалім болып сол 200-300 мың теңгеге өмір сүріп жүр. Мәселе бұл жерде тағы да басқа бір жан-жақты, бұл жерде енді комплексный мәселе болып қалған бізде. Бір барлығы бір жерге жиналып қалған. Бұны енді қалай шешуге болады? Ол енді өте қиын. Бұл ретімен шешілмесе мәселе, бұл экономистердің, әлеуметтанушылардың да зерттеулер керек. Кешен бізде көп жақты тек қана бір жақты қарайды, сосын сол жалпы мәселені солай шешуге тырысады, бірақ түбінде өз ойына неге жетпей қалады. Сондықтан тіпті қарапайым анализ де жоқ. Бір жағынан ол да қажет, екінші жағынан ойлайсың, қаншалықты ол қажет, мысалы, сол шын мәнінде кейде сұрақ қоямын, мысалы, қаншалықты алған диплом сол мамандық бойынша қажетті. Себебі бізде диплом тек қана университетте беретін ол білім мен дағды. Ал бұрынғы кезде мынау индустриалдық заманда мынау не диплом техникалық, не завод, соған барып жұмыс істеймін, не диплом бар, квалификация деген сияқты. Мүмкін сен қаншалықты сол алған біліміңді, дағдыларыңызды еңбек нарығында көрсетсең, сол құрылым сен табыс табасың, еңбек ете аласың, сол сияқты. Мүмкін осындай құндылықтарды біз көбірек насихаттауымыз керек сияқты. Себебі біздің жағдайымызда енді шын мәнінде
барлық адамға бірдей жұмыс табылмайды. Сондықтан адам өзі тырмысып, өзі істемесе, себебі біздегі қазір адами капитал жайында көптеген бастамалар көп қой, мемлекет тарапынан, басқа да жобалар сияқты. Сондықтан менің көзқарасым бойынша, шын мәнінде мен де кезінде жұмыссыз болдық, кезінде не істейміз, қайда барамыз, анда барсам мынандай жағы, госслужбада істеп көрдік. Мысалы, госслужба білесіз, ол жақта жай ғана адам өзінің несін жарата алмайды. Мысалы, ол тек қана біреуге бағынышты болу, иерархия бағыну, жүйеге бағыну. Сондықтан әркім адамға келе бермейді. Сондықтан әр адам өзі тырмысып, алған білімінді пайдаланып, еңбек нарығына лайықтап. Бүгінгі күні бізде көрермендер енді көбінесе жастар, жасөспірім болғандықтан сізден мынау бүгінгі күні трендтер жайында айттыңыз ғой, жалпы алдағы уақытта қандай мамандықтар аса сұранысқа ие болады? Сіздің ойыңызша, мысалы, қазіргі мынау жастарға бір алтын сырға болсын, жалпы қай бағытқа, егер мысалы кейбір әлі білмей жатқан кезде, мысалы, кім болам, қандай болам, түсінікті, енді біреулер енді шешіп қабылдаса да, бірақ көп адамдар бізде жаңағы IT-ға, бізде балалар қазір көп, жаңа өзіңіз бастадыңыз ғой, нем бойынша зумерлер, ұрпағы, миллениалдарымыз, қазір зумерлер, кейін альфа телефондар қолданыспайды, олар ертең мамандықтары қандай, кімдер болады? Мысалы, өзімнің ұлдарым бар, олардан да, мысалы, енді оларға жоқ дей алмайсың, мысалы, ол да олардың бір замандары сондай, бір жағынан көршіден қалып қоймасын, кейде ойлайсың, әрине бір шектеулер қою қажет, бірақ алдағы уақыттағы сіздің ойынша топ-5 немесе топ-10 тренд мамандықтар біздің елімізде, біздің нарықта сұранысқа ие болатын. Бұл жерде бір нәрсені айтқым келеді. Мен оқушылармен жүздескен кезде де бір нәрсеге акцент қоюға тырысам. Мамандық емес, дағдыға көңіл бөлсе, сол дұрыс болады. Дағды деген скилл деп айтады ғой. Соған көңіл бөлсе дұрыс болады. Мысалы, мүлде мамандық таңдай алмай жатырсың ба? Сен креативті ойлау, тіл білуің, ағылшынша тіл білуің міндетті. Қытайша қазір бізде Қазақстанда өте қатты актуалды болады. Қытайлар бір қаламызды салып берейін деп жатыр, үлкен өндіріс орындары олардан келіп жатыр. Одан кейін шығармашылық ойлау қабілетің. Және продукт менеджер деп айтады, бір нәрсені кешенді ойлану, комплексный шешім сияқты қылып, мынау жобалық білім беру деп айтады ғой, жоба түрінде бағаға емес, бір жоба құрастырасың, жобаны қорғайсың, жобаның басы, ортасы, соңы, аяқталуы бар, ол жоба қандай мәселені шешеді деген сияқты жобалық ойлану деген бар. Осыны балалар дамытатын болса, осындай өзі нақты белгілі бір өзі дағдылар бар. Және коммуникация бар бізде, қарым-қатынас. Бұл қазіргі мынау альфа ұрпағына өте қатты керек нәрсенің бірі. Альфа ұрпағына. Осындай дағдыларға көбірек көңіл бөлетін болса, ал одан кейінгі алған диплом аса қатты маңызды емес. Ол қай университетте оқығаны да аса қатты маңызды емес. Қандай мамандықта оқығаны да қатты маңызды емес. Бұл жерде жаңа сіз өзіңіз өте жақсы нәрсені айтып кеттіңіз. Сен дипломды алғаннан кейін жұмыс болмауы мүмкін. Бірақ сен бір нәрсенің, бір кәсіптің немесе бір саған сәл жақындау бір мамандықтың басын шалып ары қарай алып кете алуың, ол сенің мамандығыңа байланысты емес. Ол сенің дағдыларыңа байланысты, дамыған. Сен анализ жасай алатын болсаң, ой қорытып шешім шығара алатын болсаң, одан кейін ары қарай адамдармен тіл табысып оны жүзеге асыра алатын болсаң, оның алдын көре алатын болсаң, сенде көрегенділік бір қабілеті, дағдысы дамыған болса, алға қарай жоспар құрып, болжай алу дағдың сенде дамыған болса, креативті ойлана алатын болсаң, болды, саған жасанды интеллект те қауіпті емес, сұранысқа ие болмай қалады деген мамандығым менің деген ол да қауіпті емес. Бұл жерде бізде мына қоғамда болып жатқан, біз жаңа осы уақытқа дейін айтқан қауіптерді айттық қой, жұмыссыз қалуы мүмкін бір нәрсе. Жоқ, жаңағындай дағдыны дамытқан адамдарда, навыктарды дамытқан адамдарда ешқандай қауіп жоқ. Керісінше олар сол дағдыларды пайдаланып, сол жерден анау күшті бір нәрсені ойдан шығара алады олар. Біз сондықтан акценттің барлығын, құрметті ата-аналар, осының бәрін тыңдап отырған ата-аналар, жасөспірімдер, әсіресе студенттер. Мен анау студенттермен жұмыс жасаған кезімде былай кездесулер өткіземін студенттермен. Мен оларға айтамын, бізде студенттерде ең үлкен проблема қандай? Мені ата-анам осы университетке жіберді. Я, бұл университет жақсы университет. Я, осы мамандық керемет, ертең бұл сұранысқа ие. Олар келеді, сабағына келеді, сабағынан кетеді. Артық еш нәрсе істемейді. Қайтадан сол жатақханасына барып алып, телефонын шұқылап, былай Инстаграм, тиктогын көріп жата береді. Айналайын, сен ана дипломды алып шыққаннан кейін саған ертең жұмыс точно береді деген ешқандай гарантия жоқ. Ал жұмысқа тұрғаннан кейін де оны істеу керек. Жұмыс деген өзі сондай ол.
істеу керек, өзің дамытуың керек. Бізде қалай? Студент ешкіммен араласпайды. Бір клубқа жазылмайды, бір мұғаліммен араласпайды, үлкен адаммен қарым-қатынас жасамайды. Болмасам, ана жерде мұғалімдермен қарым-қатынас жасайтын болса, кез келген мұғалім оларға өзінің тәжірибесімен бөлісіп, әңгімелеседі, сөйлеседі. Жоқ, бізде келеді, менің ата-анам оқы деп жіберген, сабағына қатысады, қайтадан кетіп қалады. Жоқ, бізде мына жерде біз дағдыны дамытуымыз керек. Ана жерде коворкинг центрлер бар. Кетпеші, айналайын, үйіңе кетпе, жатақханаңа барма, жатпа. Таңертең келдің ба, кешке дейін университетте жүр. Бір іс-шаралар болып жатса, қатыс. Анау сөйлеп жатқан кім екен де, не айтып жатыр екен де, саған қатысты болмай қойсын, сенің мамандығың болмай қойсын. Нетворкинг болу керек, Нетворкинг. Бұл жерде нетворкинг. Бұл жерде тек қана осымен ғана дамиды. Бұл жерде осымен ғана дамиды. Сен өзіңді осылай дамытасың. Мен сізден бір нәрсені аламын, мына кісіден бір нәрсені аламын, анадан бір нәрсені аламын. Осылай дамимын мен. Бұл жерде даму мәселесі. Дипломды алып шығу мәселе емес. Ал бұл жерде біз ата-аналар ретінде де, оқушы ретінде де, студент ретінде де дағдыларға акцент қоюымыз керек. Ал бұл дағды қалай дамиды? Сен дағды өзі аты айтып тұр. Қабілет пен дағдының ең негізгі ерекшелігі осыда. Қабілет туа бітті болады. Ал дағды өзі айтып тұр, дағдылану арқылы шыңдалады. Әрекеттен ол шыңдалады. Мен мысалға керемет спортсмен болмауым мүмкін. Туа бітті, менде керемет бір спортсмендік қабілет болмауы мүмкін. Бірақ мен оны шыңдап, жүгіріп, шыңдалып, белгілі бір деңгейге дейін жеткізе аламын. Менде жаңағы музыкаға қабілетім болмауы мүмкін. Бірақ 10.000 сағат теориясы деген нәрсе бар. Мысалы, мен оны көп дағдылана берсем, ол белгілі бір жерге дейін шыңдалады. Бұл жерде де солай. Бізде қазір отырып алып, білмеймін, мен математикаға нашармын десем, болды, ол нашар болып қала берем. Мен адамдармен араласқанды ұнатпаймын десем, болды, мен қала берем. Мәселе ұнатасың, ұнатпайсың да емес. Мен осылай бір күні таяқ жеймін, ұрыс естеймін. Бір күні сіз айтасыз, қандай адамсың, менен ары жүрсіз дейсіз, мысалы. Осылай адамдармен араласуды үйренем. Жота менің осылай айтқаным ұнамай қалды. Мен жас бола тұра мына кісіге осылай айтып қойыппын. Енді келесіде өйтіп айтпайын келесі адамға. Осылай адамда дағды қалыптасады. Біз акценттің барлығын дағдыға қоюымыз керек. Оқушыларға, ата-аналарға, студенттерге осы нәрсені мен кеңес беретін едім. Сонда да топ 5 мамандық. Бізде Қазақстанда бұл өзіміздің Қазақстанның алға қойған саясаты болады. Экономикасы. Мемлекеттің алдына қойған өзінің мақсаты болады. Одан басқа нәрсе дамымайды, соған ғана көбірек көңіл бөлінеді. Біз қазір Тоқаевтың ең көп айтып жатқан нәрсесі, назар аударып жатқан нәрсесі не ол? Біздегі мәселелер қандай? Онда сол айтылып жатқан болса, мамандықтарда соның төңірегінде дамиды. Біз бірінші АЭС салайын деп жатырмыз. Энергетика саласы дамиды деген сөз. Ол жасыл энергетика болсын, ол АЭС болсын, ол атомный сала болсын, ядерный физика саласы болсын. Энергетика бізде Қазақстанда өте қатты дамиды. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе. Жасанды интеллект деген нәрсені өте қатты айтып жатыр. Біз Қазақстан өзімізді әлемде цифровизация, цифрлы ел ретінде көргіміз келеді. Біз бұрын осы уақытқа дейін неге көңіл бөліп келдік? Біз шикізатқа көңіл бөліп келдік. Қазір енді менің өзім қазіргі Тоқаевтың істеп жатқан нәрселерін өзім қолдаймын, соны дұрыс деп санаймын. Ол не істеп жатыр? Мендегі бар мүмкіндік өзі санаулы жылым қалған болса, президенттікте бүкіл нәрсені бір нәрсеге, болашаққа бір ресурс, бір нәрсе жасап кетейінші деп жасап жатыр. Бұл инвесторлардың барлығын неге назар аударғысы келіп жатыр? Осы цифровизацияға назар аударғысы келіп жатыр. Инвесторлар, мысалы, өзіңіз байқаған болсаңыз, аса қатты мұнайға шақырып жатқан жоқ. Инвесторларды ресурстарға, алтынға, басқа нәрсеге қатты не қылып жатқан жоқ. Олар онсыз да кетіп жатыр олар. Біз көбінесе ол емденіп алды. Қазір бізде көбінесе осы энергетика мен цифровизацияға нені салып жатыр. Акцентті қойып жатыр, инвесторларды соған тартып жатыр. Кеше мына Digital Bridge'ді өтті да, Дуровты да соған шақырды. Дуров жүрген жерге инвесторлар назар ауады. Бұның барлығы стратегиялық сол мақсат. Онда бізде цифровизация дамиды. Екіншісі, энергетикадан кейінгі цифровизация. Одан кейін үшінші мәселе, бізде денсаулық сақтау дамиды. Неге? Өйткені жаңа біз айтып жатырмыз, туу көрсеткіші көбейді. Ал ертең бұлар қартая ма? Бұлар қартаяды. Ал қарттықпен бірге денсаулық ол онсыз да кете ма? Ол табиғаттың заңдылығы. Бізге дәрігерлер өте қатты қажет болады. Біз осы уақытқа дейін итаки дәрігерлікке аса қатты көңіл бөлген жоқпыз, больницаны дамытқан жоқпыз. Бізде өзі әлеуметтік мамандықтардың ешқайсысын дамытпадық қой. Мектепке де ақша салмадық, университетке де ақша салмадық, дәрігерлікке де ақша салмадық. Бұны дамытпадық. Біз тек қана бәріміз қарап отырып, семьямызбен мұнайдан ақшаның бәрін қарап отырдық, сол жақтан қалай ақша келеді, қалай осыны бөліп аламыз деп уақыт болмады мына жаққа қарауға. Бізде медицина дамиды. Одан кейінгі мәселе,
мұғалімдік деп айтып келді, бірақ осы уақытқа дейін өте жақсы мұғалімдікке назар аударылды, гранттар көп бөлінді. Қазір оқып жатқан студенттердің саны өте көп, жас мамандар. Бұл бізде стабильность пайда болады. Мына жаңа мен айттым, 450 мың бала келеді, одан кейін 350 мың мен 400 мыңның арасында тұрақтаймыз. Бізде сонда тұрақты жыл полный болады. Ал сол тұрақталғаннан кейін ары қарай жаңа мұғалімдер керек болмайды. Сол мұғалімдер өздерін бір-бірін алмастырады. Декретке кеткендер қайтадан мамандыққа келеді, пенсияға кеткендердің орнына сол белгілі бір мөлшерде азғантай келіп отырса, солар бүйтіп келеді. Бұл белгілі бір уақытқа дейін мұғалімдік аса қатты сұранысқа ие болмайды, енді бітті. Бізде белгілі бір региондарда, мысалы шығыста, батыста, кейбір аудандарда ғана сұранысқа ие, оңтүстікте мұғалімдер толып жатыр. Орын табылмай жатыр ол жақта. Бәрі мұғалім ол жақта, оңтүстікте. Ол Түркістан облысы бар, Қызылорда облысы бар, Жамбыл облысы бар, ол жақта мұғалімге аса қатты сұранысқа ие емес. Энергетика кетті, IT кетті, цифровизация, одан кейінгісі дәрігерлік кетті. Одан кейінгі бізде Қазақстанда ең үлкен бір мәселе болып жатыр. Бұл мәселе су шаруашылығы. Бізде осы жақында былтыр ғана регионда бірінші рет ұлттық университет ашылды. Уже екіншісі ашылып қойды, Букетов ұлттық статус алды. Таразда, Жамбыл облысында арнайы су шаруашылығына қатысты ұлттық университет құрылды. Бұл кәдімгідей президенттің тапсырмасымен, президенттің бақылауымен болды. Неге оған назар аударды? Бұл біздегі су тапшылығы. Біріншіден, жаңағы су қоймаларының су тасқыны бар, және бізде қазір Қазақстанда емес, бүкіл әлемде, Орта Азияда су тапшылығы деген нәрсе өте қатты актуалды болып жатыр. Осы жақында ғана шықты, Иранда Тегеран астанасын басқа қалаға ауыстыру туралы талқыланып жатыр. Неге? Тегеранда су жоқ. И ол жерде тағы бір мәселе туындады. Судың жоқ болуына екі себеп бар. 70% дейді, соның 70-80% біліксіз мамандардың кесірінен осындай жағдайға душар болдық дейді. Ал 15-20% ол табиғат мәселесі. Құрғақшылық бар, анау бар, мынау бар. Айналып келген кезде біліксіз. Бұны реттеуге болатын еді. Бізде де қазір Арал мәселе ма? Арал мәселе, Каспий мәселе болып жатыр ма? Мәселе, Балқаш мәселе болып жатыр ма? Балқаш мәселе болып жатыр. Бұлардың барлығы бізде білікті мамандардың аздығынан қазір енді біз жалпы осы енді ғана біздің елімізге көңіл бөле бастадық. Осы не болып жатыр? Біздің ішімізде осы Қазақстанда не болып жатыр деп енді ғана назар аударылып жатыр. Кешегі мынау батыстағы су басып кеткен, солтүстігіміздің біраз жерін су басып кетті. Бұл жылда басады. Айналып келгенде сол маман жоқ, білікті маман жоқ, соны істей алатын адам жоқ. Қайталана береді. Жылда қайталана береді. Білеміз еще сондай болатын. Дәл сол қайталанады. Бұл бізде су шаруашылығында. Одан кейінгі қазір ең қатты көңіл бөліп жатқан жердің бірі ол орман шаруашылығы. Ағаштарды, орман шаруашылығы. Ол да жылда сол өртеніп кете береді. Бірақ орман шаруашылығы аса қатты престижді емес, жастар. Жоқ, бұл мамандықтар мен айтқан су шаруашылығы, анау, мынау олардың ешқайсы престижный мамандығы емес. Және бұл жерде жалақы өте аз. Бұл жерде бір нәрсені біз Қазақстанда көрдік, білмеймін, бұны мемлекет жалпы президент аппараты бұны назарға аударды ма, министрліктер назарға аударды ма, білмеймін, бір мәселе болды. Қазақстанда мұғалім тапшылығы болған кезінде педагог мәртебесі туралы, ұстаз мәртебесі туралы заң қабылданды. Бізде орта білімге бұл қатты әсер етті. Сол кезде мұғалімдердің жалақысын арттырды да, және университетте сол студенттердің стипендиясын арттырды. Мысалы, барлығы 51 нәрсе мың стипендия алатын болса, 54 мың, 52 мың алар, 70-80 мың алады. Осы жай ғана кішкентай бір шешім, білесіз бе қалай әсер етті? Қазақстандағы ең мықты қаймақтар мұғалімдік мамандығын таңдады. Мысалы, қарапайым бір мысал айтайын. Медицина мамандығына 110 балмен грантқа оқуға түсуге болады. Математика пәні мұғалімдігіне 120 бал. Ағылшын пәні мұғалімдігіне 125 бал. Қазақ тіл пәні мұғалімдігіне 123-124 бал. Медицинадан да несі жоғарылап кетті. IT-ге 106 мен түсуге болады. Одан алдыңғы жыл 96 болды. Биыл да ол 96 мен аяқталды. 90-100 балмен IT-ге түсуге болады, ең престижный деген мамандыққа. Бірақ 110-115 балмен сен педагогикаға түсе алмайсың. Неге? Өйткені жаңағы қайтадан айналып келген кезде бізде енді стипендия көбірек болады. Алматы Астанаға барғанда қиналмайсың деп ата-аналар мұғалімдікті таңдай салшы, ертең жұмыссыз қалмайсың деп, ең мықты жоғары бал жинағанның барлығы қайда кетті? Мұғалімдікке кетті. Бұл өте күшті бір үрдіс. Енді оған әсер еткен нәрсе жалақы мен стипендия. Болды, шешімі қатты қиын емес екен. Ауыл шаруашылығы, су шаруашылығын, балық шаруашылығын, орман шаруашылығын алып келді. Жалақысын көтер, стипендиясын көтер, сол министрлік, сол ведомство осыны ойланса, болды, мәселе шешіледі екен. Бұл аса қатты бір үлкен зерттеуді де қажет етпейді. Мәселе өте қарапайым.
Дұрыс, бірақ бұл тағы да бюджетке ауыртпашылық болады ғой қосымша бір жағынан. Бұл енді қазір көңіл бөлмейтін болсаң, ауруың жасыратын болсаң, бұл үлкен шығындарға алып келеді. Ертең мысалы сол су басқан кезінде кеткен шығынды стипендияға бөлсең, ол өзін өзі ақтайды. Ал шынымен сондай инвестиция жасаған. Басыңа бәле келген кезінде сол бюджеттегі ақша бір нәрсе демейсің, бәрібір сол бюджеттен ақша бөлесің де шығарасың. Бұл жерде біз осындай тәуекелге баруымыз керек. Жақсы, Айдос мырза, бүгін енді біз осымен аяқтайық. Себебі көп өзекті тақырыптар айтылған сияқты, және біздің шектеулі уақытымыз бар. Сондықтан енді бүгінгі профориентациялық кәсіби бағыт-бағдар беру тұрғысынан көлемді де пайдалы да ақпараттар алды деп ойлаймын. Бұл бүгінгі жастар үшін, мұғалімдер үшін, профориентологтар үшін, жалпы осы салада жүрген мамандар үшін өте пайдалы құнды ақпараттар. Сіздің жаңа келтірген көптеген мысалдарыңыз, талдауыңыз, пікіріңіз бойынша. Сондықтан өте қуаныштымын. Сөзіміз жерге тастамай, уақыт бөліп осылай келіп, осы азаматтықты білдіріп, жаңа қоғамдағы мына процестерді шынайы жаңашылық танытып жатырмыз ғой. Соған байланысты біз бәріміз осы қоғам мүшесі ретінде, осы еліміздің азаматы ретінде біз әрине де елдегі жағдайды, экономикасын, жастардың, әсіресе біз білім беру саласында жұмыс істеп келе жатырмыз, жастардағы кәсіби бағыт-бағдар беру қаншалықты дамып жатыр, оның трендтері жайында жақсы бір талқылау болды деп ойлаймыз, сұхбат болды деп ойлаймын. Сондықтан енді осымен біз аяқтаймыз. Көптен көп рахмет келгеніңізге. Құрметті достар, енді бүгінгі біздің эфирімізге жазылып, пікір білдіріп, арнамызға жазылыңыздар. Алдағы уақытта тағы да осындай кездесулерге кездесеміз. Кездесулер көп болсын. Көп рахмет сізге. Сәттілік, сіздерге де шақырғандарыңызға рахмет.